Сәлем достар, бүгін сіздермен сүзбе қосылған өте дәмді печеньелар дайындайтын боламыз. Ингредиенттерді 2 есе көбейтіп жасауға тырысыңыздар, себебі шын мәнінде өте дәмді болып шығады. Алдымен бөлме температурасындағы сары майға ұн салып жақсылап қолмен езіп аламыз. Одан соң шым-шым ас содасы және де сәл ғана қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз, үстінен сүзбе саламыз және де тағы да араластырамыз. Үстіне жұмыртқамызды салып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін мен тоңазытқышқа салып қойдым. Сіздер бірден жасай берсеңіздер де болады. Сәл ғана ұн сеуіп, қамырымызды жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды ұзын жолақшаларға, яғни полоскаға бөлеміз. Оны 4 бұрыштыға бөліп, видеода көріп тұрғандай 3 бұрышты етіп бүктеп шығамыз. Енді пергамент қағазын төсеп, осы печеньеларымызды қантқа батырып формамызға орналастырамыз. Және де осы кезде духовкамыз қызып тұрған болу керек, яғни 180-200 градуста шамамен 15-20 минутта піседі. Өте оңай дайындалады, сондықтан өздеріңіз жасап, балаларыңызды қуантыңыздар.